қауіпті деп ойланып қалады. Сол кезде мысық кеп әңгімені тыңдай бастайды. Әжесінің егізі болған тоже қыз. Сол егізі кішкентай кезінде жоғалып кеткен екен. Әжесі оны ұрлап кетті деп айтыпты Уайбиге. Сол сәтте мысық көзі бақырайып кетіп, әлгі қуыршаққа қарап ырылдайды. Королайн баладан өзі қалай ойлайтынын сұрағанда, бала білмей, мүмкін ол жай ғана қашып кеткен шығар дейді. Уайбидің иығына мысық секірген сәтте «Уайборн» деп оны әжесі шақырып қап, ол зырғи жөнеледі. Қыз ойланып со жерде қалады. Кейінірек жатарда Королайн есігінің алдына сыр тастап қояды әлгі тышқандар келсін деп. Біраз уақыттан кейін тышқандар шиқылдап қызды әлгі кішкентай есікке апарады. Ол жер тышқандардың артынан туннель бола қалады. Қыз арғы беттегі үйден шығады. Ояқта басқа анасы әдеттегідей ас үйде тамақ пісіріп жатыр әндетіп. Басқа анасы қызбен сәлемдесіп, оған сыр беріп жібергеніне рахмет айтады. Қыз түсінбейді, деп. Бірақ сосын миына жетеді, тышқандарға тастаған сыры екені. Басқа ана одан әкесін тамаққа шақыруды өтінеді. Басқа әкемді айтасыз ба деп Королайн сұрағанда, басқа ана сенің Беттер әкеңді дейді. Яғни күштірек, жақсырақ әке деген ғой. Ол бақшада жүр екен. Бірақ менің ата-анамның бақшада жұмыс істеуге уақыты жоқ деп қыз шыққанда, басқа ана оның аузына құлпынай тығып, қыз риза болып әкесін шақыруға далаға шығады. Бақшада ағаштар айнала бастайды. Қыз дарбазадан шыққан кезде ғажайыптың ғажайыбы, сиқырдың сиқыры басталады. Королайн қуанып жүр. Бір кезде атқа мініп алғанда шегірткеге мініп алған басқа әкесін көріп, қыз «Сіздің бақшаңыз керемет екен» дейді. Басқа әке «Біздің бақша, Королайн, біздің» деп оны түзейді. Королайнды гүлдер қытықтап жатыр. Басқа әкесі оған көмекке асығады да, жетіп қытықтаған гүлдерді шегірткесі арқылы шауып алып, оларды қызға сыйлайды. Королайн басқа анасы оны тамаққа шақырған жеткізгенде, басқа әке қызды шегірткесіне отырғызып, тікұшақ сияқты ұшып, жоғарыдан бақшадан жасалған Королайнның бейнесін көрсетіп, оны таңғалдырады. Кейін дастархан үстінде олар тамақ ішеді. Бірақ бір қызығы басқа ана тамақ ішпей ме немене өзіне салмапты ғой. Ол Бабинский мырза қызды секіретін тышқандар көрсетіліміне шақырғанын хабарлап, «Досың екеуің бірге барып келіңдер» дейді. «Дос?» деп Королайн таңғалады. Сөйтсе Уайби екен. Бірақ ол сөйлемейді. Басқа ана оны солай қылып тастапты. Қызға осындай Уайби ұнайды деп. Қызға бұл ұнады. Содан екеуі далаға шығады. Кенет жоғарыдан батпырауық сияқты нәрсені байқайды бұлар. Ол Бабинскийдің пәтеріне кіріп кетеді. Екеуі есік алдында тұрғанда есік оларды ішке кіргізіп жібереді. Кіре бергенде зеңбіректер тұр, тәтті мақтамен ататын. Ар жағында попкорн шатын тауық. Уайби, дәлірек айтсақ басқа Уайби, зеңбіректердің бәрін атқылап, тәтті мақталар оның үстіне жабысып қалады. Содан екеуі кішкентай тұрған циркке кіреді еңбектеп. Ішінен Бабинский мырзаның даусы шығып жатыр. «Секіретін тышқандар циркіне қош келдіңдер. Қарсы алыңдар тышқандарымды» деп. Бір кезде бағанағы батпырауық сияқты шар жерге түсіп, ішінен тышқандар шығағап Королайнның атын көрсетеді. Қыз қуанып кеткен. Тышқандар өнер көрсетулерін бастайды секіріп. Королайн бұл керемет қой Уайби деп оның иығына жабысып тұрған тәтті мақтаны алып жейді. Өзінікі бітіп қалды ғой енді. Бір кезде тышқандар тұрған жер жоғары көтеріліп, торт сияқты болып қалады. Оның үстіндегі тышқандар төмен қаратай секіре бастайды. Содан жаңағы торттың ішінен Бабинский мырза шығады. Әрине көзі түйме басқа Бабинский мырза. Тышқандар талпа болып оның екі жеңіне кіріп кетеді. Соңғы тышқан қалпаққа кіреді. Қыз оған бәрі күшті болғанын мойындайды. Басқа Бабинский мырза ұнағанына өте қуанышты екен айтып, «До свидания, Королайн» деп оның қолын сүйеді. Бір кезде ол ұйықтайын деп төсекте жатыр және ұйқыға кетеді. Үшеуі қарап отыр. Әкесі тәтті мақта жейді басқа Уайбидің басынан жұлып алып. Таң ата келе үшеуі ғайып болады. Қыз қайтадан жаман үйінде оянғанына жынданады, яғни бұрынғы әлемінде оянғанына. Содан қыз әлгі кішкентай есікке жүгіріп келеді, бірақ ол ашылмайды, құлыптаулы. Кейінірек оның отбасы бір жерде тоқтайды жұмыс бабымен. Анасы жазған нәрселерін алып әкесін жібереді сонда. Әкесі қызымен қоштасып, Королайн анасы екеуі кетеді. Олар мектепке киімдерді скидкімен сатып атқан дүкенге кепті. Қыз қолбақты көріп ұнатады және соған қарап отқанда арттан екі бала шығады ойнап. Бірақ құлап жаңағы доңғалағы бар орындық қыздың алдына кеп тоқтайды. Сол орындықпен кәшеніп Королайн анасына келеді қолбағын көрсетуге алып бер дегендей. Бірақ анасы қолбақты орнына қоюды талап етіп алып бермей қояды. Қыз басқа анам болса алып беруші еді дегенде мүмкін барлық киімді сол алып беру керек еді дейді анасы. Ашулы қыз орнына қоюға кетеді. Содан жолда Королайн анасынан басқа пәтерде не бар деп ойлайсың деп сұрайды. Біздің өтірік отбасымыз деп ойламаймын дейді анасы. Қыз ондай болса не үшін есікті құлыптап қойғанын сұрағанда, анасы еге құйрық боғын көріп жауап тастағанын түсіндіреді. Осылай қауіпсіздеу болады дегендей. Олар секіретін тышқандар анашым деп қыз шығады және түстер қауіпсіз екенін түсіндіруге тырысады. Осы жаққа көшіп келгелі бері жалғыз ең көңілді нәрсе сол болды деп. Қыз в общем риза емес.
Ол анасы екеуі розовый сарайға жетеді. Тоңазытқышта түк жоқ екенін көрген анасы қызына дүкенге бірге баруды ұсынады. Ұнаған нәрсеңді таңдайсың деп. Королайн мысалға қолбақ дегенде анасы бүгін бәрі жақсы өтсе, қатесін түзейтін түсіндіреді. Қыз анасы үнемі сөйтіп айтады деп шағымданады. Анасы аз уақытта келем деп үйден шығып кетеді. Ал мен жоқ деп Королайн кілтті тартпадан іздейді, бірақ онда жоқ. Сөйтсе ол жоғарыда қабырғада ілініп тұр екен. Оны алып қыз әлгі есікті ашуға кіріседі. Көзін жұмып ашады, түсін болмасыншы деген үмітпен. Ол түсі емес. Қыздың кіргенін мысық терезеден көріп секіріп түседі. Қыз болса басқа пәтерден шығып ас үйге келеді. Онда ешкім жоқ. Анасы тамақ дайындап хат қалдырып кетті. Хатта әлгі актриса көршілері оны шақырғаны жазылған және киім қалдырып кеткен екен басқа анасы. Сонымен қарны тыңқиған Королайн далаға шығады риза болып. Кенет ол мысықты байқайды және оны басқа мысық деп ойлайды. Сонда мысық сөйлеп өзінің басқа мысық емес өзі екенін хабарлайды. Қыз, сенің көзің түйме емес екенін көріп тұрмын, бірақ егер сен сол мысық болсаң, қалай сөйлей аласың деп түсінбейді. Мен просто сөйлей алам дейді мысық. Өз үй жағымда мысықтар сөйлемейді деп Королайн айтқанда, мысық, солай ма? Сен әрине бәрін білесің ғой. Мен жай ғана қорқақ үй мысығы емеспін бе дейді. Мысықты дәл осылай Королайн айтып еді ғой. Содан қыз кешірім өтінеді оны сөйтіп атаған үшін және оның бұл жаққа қалай келгенін сұрайды. Мысық арасында осында кеп тұратынын айтып жатып, бір жерге кіріп екінші жерден шығады. Және бұл біз ойнайтын ойын. Ол мысықтарды жек көреді және мені кіргізбеуге тырысады. Бірақ ол үйте алмайды әрине. Мен қалаған уақытымда келіп кетем дейді. Басқа ана мысықтар жек көре ме деп сұраған қызға мысық, мен білетін аналар сияқты емес ау деп жауап береді. Сол кезде Королайн, нені айтасың, ол күшті деп басқа анасын жақтайды. Мысық, сен бәлкім бұл әлем армандар орындалатын әлем деп ойлайтын шығарсың, бірақ сен қателесесің. Маған бұны басқа Уайби айтты деп мәлімдейді. Қумаш, ол сөйлей алмайды ғой деп қыз шыққанда мысық, сенімен сөйлесе алмайды. Бірақ біз мысықтар көп нәрсені сеземіз деп жатқанда ол бірдеңкені сезіп, қазір бірдеңке басталады деп жүгіріп кетеді. Сол сәтте музыка ойнап, Королайн әлгі актрисалардың пәтеріне кіреді. Кіре берісте біреу оның көзіне фонарик жағып, қыз түк көрмейді. Бұл әлгі иттерінің бірі болып шығады. Типа фейс контроль ма бірдеңке ғой. Королайн жаңағы иттің артынан бассыз залға кіреді. Ол жерде иттер толып отыр. Қыз олардың бәрін көріп қуанып кеткен. Ең алдында Уайби отыр екен, басқа Уайби. Сонымен қойылым басталды. Балықтың басы жылынып, ол жерден Эйприл апаң шығады да өлең айта бастайды. Королайн, ол почти тыржалаңаш қой дейді досына. Өлең айтып отыр әйтеуір. Опера ғой, іш пыстыратын. Эйприл апаң төменге кетіп, Мириам апаң шығады. Ол вообще тыржалаңаш десе де болады. Королайн, құдай сақтасын дейді оны көріп. Ол да өлең айтады. Біткенде иттер доғол шапалақ ретінде үреді. Бұлай. Осылай екеуі кезектесіп өлең айтып жатып бір кезде дауласа бастайды, әлгі өмірдегі сияқты. Сөйтіп тұрғанда трос үзіліп кетіп, Мириам апаң мен Эйприл апаңның қойылымы жедел түрде аяқталады. Қыз шок болып отыр. Бір ит сахнаға бір бөшке су алып шығады. Төбеден екі апаң секіргелі жатыр ма? Екі томпақ апаның ішінде арық қыздар болған секілді ғой бағанадан бер. Сол апаларының жас кезі ма бірдеңке ғой. Басында екі апа құлайтын болды деп ойлаған Королайн оларды көріп қуана күледі. Бірақ олардың көздері түйме. Әрине бұл басқа әлем, басқа пәтер, басқа Мириам мен Эйприл. Короче, жаңағы жас басқа актриса апалар цирк көрсетіп, күтпеген жерден Королайнды іліп әкетіп, қыз ауада ары-бері секіреді. Бір жас ападан екінші жас апаға ұшып. Процесте қыз темірде тап болып, екі жас апа төмен қарай бөшкеге секіреді. Қыз ойбай деп құлайды. Бөшкеден резко екі жас апаң шығып, оны ұстап, осылай қойылым аяқталады. Басқа Уайби қызға роза лақтырады. Иттер үріп атыр барлығы. Шыға берісте далада басқа ана мен басқа әке пайда болып, қойылымның қалай өткенін сұрайды. Королайн қуана айтып атыр қалай болғанын. Тек Эйприл апа мен Мириам апа кәрі болмады дейді бір сәтінде. Бірақ Уайбидің көңіл күйі жоқ па немене? Қыз досына қайырлы түн айтып, үйге кіріп кетеді. Уайбидің мұңды түрін көрген басқа ана бұлай істейді, яғни жымиып жүруді ескерткендей болады. Басқа ана, егер осында қалағаныңша қалғың келсе, бір болмашы нәрсені жасау керек деп, жанында инесі бар екі түймені қыздың алдына қояды, сыйлық сияқты беріп. Қыз бұл көздің орнына екенін түсініп, жоқ, ешқашан деп айғайлап келіспейді. Егер осында қалғысы келсе, оның келісімі керек екенін түсіндіреді басқа ана. Ол, шешім өзіңде жаным, біз саған тек жақсылық тілейміз деп қоймай тағы ұсынады сол түймелерді. Сонда Королайн, қой мен ұйықтайын кеттім дейді. Әкесі кешкі ас ішпей ме деп таңғалды. Қыз қатты шаршап тұрғанын түсіндіреді. Анасы жабысып қоймайды, сені ұйықтатайын давай деп. Және жақында сен біз сияқты көретін боласың деп көрсетеді. Бірақ ақырында қызды жібереді. Шошынған Королайн жатын бөлмесіне жүгіріп, сол жердегі ойыншықтардың бәрін сандыққа салып, есігі ашылмайтындай қылып жасап, ұйықтауға тырысады. Бірақ жаңағының бәрі миынан кетпей қорқып жатыр.
Кейін таң атқанда ол қуанып оянса, ол әлі де сол әлемде екен. Байқадыңдар ма? Бұл жолы керісінше бұрынғы үйінде оянғысы келді. Алдыңғы жолдары осы үйде оянғысы келеді. Қыз төмен түсіп, үйіне апаратын кішкентай есігі бар бөлменің есігін ашқысы келеді, бірақ ол жабық. Кенет пианино дыбысын естіп, басқа әкенің бөлмесіне келеді де, басқа ана қайда екенін сұрап, үйіне кеткісі келетінін мәлімдейді. Басқа әке, анаң демалып алғанда бәрі керемет болады, оның күші біздің күшіміз дегенде, пианино оның аузын жаптырады. Басқа әке анасы жоқ кезде оған сөйлеуге болмайтынын түсіндіреді. Қыз, ол айтпаса онда басқа уайбиді тауып алам, ол көмектеседі дейді. Басқа әке одан түк шықпайтынын, бала түрін былай істеп, бұл басқа анасына ұнамағанын айтып атқанда, пианино оның аузын жорстко жабады. Қыз ойбай деп шошып қаша жөнеледі сыртқа. Ол далада жүгіріп келеді. Жылдамдығын бәсеңдетіп, ақырын жүргенде жанында мияулап мысық пайда болып, сенің ойыңша сен не істеп атсың өзі деп сұрайды қыздан. Қыз бұл жерден кетіп баратқанын айтады. Бірақ жүріп келе жатып айналы ақ бола бастайды. Мысық бұл осы әлемнің бос бөлігі деп түсіндіруде. Ол саған керемет әсер қалдыратын нәрселерді ғана жасады. Бірақ қыз түсінбейді не үшін, оған менен не керек өзі деп. Қара мысық, ол бір нәрсені жақсы көргісі келеді деп ойлаймын. Өзінен басқа бір нәрсені жақсы көру. Мүмкін ол сол бір нәрсені жеу үшін жақсы көреді дегенде, қыз ақылға қонымсыз нәрсе. Аналар қыздарын жемейді деп күмәнмен қарап қалады мысыққа. Мысық, білмеймін. Сенің дәмің қандай өзі деп күліп алдыға жүгіріп кетеді. Сөйтіп олар сол розовый сарайға жетеді. Қыз түсінбейді қалайша бір жерден кетіп дәл сол жерге келуге болады деп. Мысық әлемді аралап жүру дегенде Королайнға бұл кішкентай әлем екені жетеді. Кенет труба ойнап мысық бұта арасынан шыққан әлгі цирк тышқанын ұстап алады да, Королайнның қойсаңшы дегеніне қарамастан тышқанды ғырш етіп тістейді. Бұл егеу құйрық екен, Қыз шок болды. Мысық егеу құйрықтарды ең күшті кездерінде ұнатпаймын. Ал мынау жерде ол дабыл соққанда естілді деп, оны ағаштың ішіне алып кетеді. Қыз жақсы мысық дейді оған. Сосын үй жаққа жақындап есік алдында тұрған қолшатыр таяқтар арасынан бір таяқты алып, әлгі жабық есікті күшпен ашады. Есікті ашып кішкентай есікке жақындап келатқанда дәу тарақан жолды бөгейді. Бөлме аздап жарықтанып, сол жерде басқа ана пайда болады. Яғни ол уже отқан осы жерде. Королайнды отырғызып, басқа ана оған шоколадный қоңыз ұсынады. Және өзі жейді дәмдісін деп. Шайнап жатқанда қыз өзінің шын ата-анасына қайтқысы келетін айғайлайды, жібер мені дегендей. Сен қыз анаңмен қалай сөйлесесің деп басқа ана айтқанда, қыз ол оның анасы емес екенін мәлімдейді. Басқа ана дереу кешірім сұрауды талап етеді. Королайн жоқ деп тұрып алады. Басқа ана 3-ке дейін санаймын деп санай бастайды. 3 дегенде уже түрі басқаша. Ол қызды мұрнынан қысып ұстап, оны айнаның артындағы бір жерге тастайды. Жақсы қыз болуды үйренгенде шығарам сені деп мыстан ана кеткенде қызы оның артынан шығуға тырысады, бірақ бұл мүмкін емес. Кенет бір қорқынышты дауыстар шыға бастайды сол жерде. Королайн кім бар мұнда деп сұрайды айғайлап. Ар жақта тыныш, мыстан естіп қояды дейді бірдеңке жарқылдап. Қыз басқа ана ма деп түсінбейді. Қыз сол жарыққа жақындап, жамылғын ашып еді, ішінде 3 рух отырған екен. Көздері түйме, дәу түйме. Аттары кім екені естерінде жоқ, бірақ шын анасы есінде екенін түсіндіреді бала. Мә қорқынышты осындай базар жоқ. Королайн олардың не үшін осында екенін сұрағанда, олар мыстан кішкентай қуыршақтың көзі арқылы біздің өмірімізді бақылап, біздің бақытты емес екенімізді көрді. Содан ол бізді небір кереметтермен, ойындармен алдап тартты. Сұрағанымыздың бәрін берді, алайда біз тағы қаладық. Сол себепті түйме қадауға келісім бердік, деп толықта айтып жатыр. Королайн түсіне бастайды мән-жайды шок боп. Ол мыстан жақсы көрем деп айтқан, бірақ осында қамап үшеуінің өмірін жеп қойған екен. Қыз, егер ол менің өмірімді қаласа, бұл жерде мені мәңгі ұстамас. Оны жеңу менің жалғыз мүмкіндігім дейді үшеуіне. Рухтар егер қыз жеңіп босап шықса, олардың көздерін табуды өтінеді. Сол кезде ғана олардың рухтары еркіндікке босап шығады. Королайн тырысып көрем деп жатқанда артынан қол шығып артқа тартып алады. Сөйтсе бұл уайби екен, маска киіп алған түрін жасыруға тырысып. Бағана мыстан айтып еді ғой, күліп жүр дегендей. Күлмеген соң осылай тігіп тастаған ғой. Королайн жіптерді сөгітеді. Уайби бірден оны әлгі кішкентай есік бар бөлмеге сүйрей жөнеледі. Бірақ ол жердегі әлгі дәу тарақан құлаған дыбысты мыстан естіп қойып, Королайн сен ба атаңа нәлет деп осы жаққа бет алады. Кішкентай есікті ашса, іші быт-шыт болып кеткен. Қыз досына бірге қашуды ұсынады, бірақ ол жоқ деп қолының опилка екенін көрсетеді. Сосын қызды итеріп есікті жауып алады. Басында досына ұмтылғысы келген Королайн жарайды деп қашуды шешеді. Содан ол жүгіріп өз пәтерінен шығады да есікті құлыптайды. Қыз мен үйдемін деп айғайлайды. Бірақ үйде ешкім жоқ па немене? Әкесі де жоқ, анасы да жоқ. Анасы бағана азық-түлікке кетіп еді ғой. Алып кетті ғой азық-түлік.
бірақ шыбын шіркей үймелеп кеткен. Сол сәтте есік қоңырауы соғылып, қыз қуанып кетеді, сендерді сағындым ғой деп. Бірақ ол Уайби болып шығады. Қыз ой көп сөйлейтін Уайби дейді оған. Бала күліп, саған берген әлгі ескі қуыршақ есіңде ме? Әжем жынданып кетті, ол қуыршақ оның егіздінікі болғанын айтып дейді. Королайн ұрсат балаға ұрлап алған екенсің ғой сен, иә деп. Бала қуыршақтың түрі оған ұқсаған соң деп ақталып жатқанда қыз оны бөліп, бұрын қуыршақ әртүрлі қыздар мен балаларға ұқсағанын айтып, әжеңнің жоғалған негізі мен онымен танысқан секілдімін. Жүр деп баланы үйге сүйрейді. Уайби қорқып атыр үйге кіргеніне. Қыз оны әлгі кішкентай есікке алып кеп, әжесінің егізі ана жақта екенін көрсетеді. Уайби оны аша аласың ба деп ашқысы келеді, бірақ Королайн жоқ деп келіспейді және одан пайда жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені оның көзін табу керек, сол кезде ғана босайды. Қалған елестер де сол дегенде бала біртүрлі қарап қап, оған қуыршақ қатты қажет екенін мәлімдейді. Қыз қуана келісіп, қуыршақты іздеуге кірісіп, таппай, қайдасың сен кішкентай құбыжық деп іздеп жатыр. Уайби сен әжемен сөйлесіп пе едің деп сұрайды. Қыз қуыршақ оның тыңшысы, сол арқылы ол өміріңде ненің онша емес екенін көреді дегенде бала қуыршақ әжемнің тыңшысы ма деп шок болады. Королайн басқа ананікі екенін түсіндіреді және барлығы керемет болып көрінетін оның әлемі туралы айтып, шын мәнінде оның тұзақ екенін хабарлайды. Сонда көзі банкі болған Уайби ойбай деп кеткісі келеді. Қыз сенбесең мысықтан сұра дегенде бала вообще ойланып қап, қызды есінен адасқан атап қаша жөнеледі. Содан ол далаға шығып моторлы велосипедімен кетеді. Ашулы қыз далада анасының машинесін байқап сонда жүгіреді.